Балалар, қазір бізде қазақ тілі сабағы. Ортақ тақырып өнер, бөлімше, сөз таптары, сабақтың мақсаты, мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сөйлемнен сөз таптарын зат есім, сын есім, етістік, сан есімді табу. Балалар, ендеше ой қозғау әдісі арқылы өткен сабағымызды есімізге түсірейік. Кәне балалар, біз сөз таптарының неше түрімен таныстық? 4 түрімен таныстық. Олар зат есім, сын есім, сан есім және етістік екен. Тамаша. Енді балалар, есімізге түсірейікші ережелерін. Айналаңа бір уақыт зер салып қарашы. Сені жан-жағыңнан заттар қоршап тұр. Осы заттардың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік деп атаймыз. Заттар әртүрлі белгілерге, түрі, түсі, сапасына ие. Заттың сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Заттардың санын, ретін, қатарын білдіретін сөздерді сан есім деп атаймыз. Балалар, бұл ережелерді сендер ереже дәптерлеріне жазып жаттап алды деген ойдамын. Тамаша балалар, ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күн атауын жазайық. Яғни 12 қаңтар оқу тапсырмалары. Балалар, каллиграфиялық сәтке з әріпінің бас әріпін және кіші әріпін барлық талаптарға сай етіп жазамыз. Каллиграфиялық сәтті жазып бітсек, балалар, оқулығымыздың 7-ші бетіндегі 8-ші жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде сөз таптары берілген және сөздер берілген. Енді біз осы сөз таптары мен сөздерді не істейміз? Сәйкестендіреміз. Яғни бұл жаттығу мынандай дескриптор арқылы жүзеге асады. Бірінші зат есімді табады, екінші етістікті табады, үшінші сын есімді табады, төртінші сан есімді табады, бесінші көркем сауатты жазады. Жақсы балалар, ендеше екінші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Бұл оқулықтың 8-ші бетіндегі 13-ші жаттығу. Бұл жаттығу мынандай дескриптор арқылы іске асады. Яғни, бірінші зат есімді табады, олардың үстіне қарындашпен з-е деп белгілейді. Үшінші мүсін сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстырады. Төртінші көркем сауатты жазады. Ал балалар, қарай қойыңдар. Мүсін сөзін айтып көрейікші кәне бірге. Мүсін. Дыбысы айтылмайды балалар, түсіп қалады. Мүсін. Ал жазылғанда әріпі балалар жазылады екен. Мүсін. Келістік пе балалар? Бұл мүсін сөзін айтылуы мен жазылуын есте сақтап аламыз. Тамаша балалар. Енді балалар, негізі жалпы есім туралы сендердің ойларыңды қалыптастырып кетейін. Яғни балалар, зат есімдер тұлғасына қарай, мағынасына қарай, құрылымына қарай бөлінеді екен. Бүгін балалар, сендер мағынасына қарай зат есім жалпы және жалқы болып екіге бөлінеді екен. Балалар, естерімізге сақтап алайық. Жалпы есім бір келкі заттың жалпы атауын айтады екен. Мысалы, мемлекет, қала, өзен, тау, ұл, қыз, әнші, биші. Және балалар, жалпы есімдер кіші әріппен жазылады. Кіші әріппен. Естерінде болсын. Ал жалқы есімдер балалар, кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар. Мысалы, Қазақстан, Астана, Есіл, Титикана, Тянь-Шань, Алан, Дана, Ақтөс. Балалар, бұл жалпы есімдер
бас әріппен, яғни үлкен әріппен жазылады екен. Осыны есімізге сақтаймыз. Балалар, біз жалпы есім мен жалқы есімді әлі болашақта тоқталамыз. Сендерге бұл жай ғана жаднама, естерімізге сақтап алайық. Келістік пе, балалар? Тамаша. Балалар, ендеше сабағымыздың соңында сабағымызға кері байланыс жасаймыз. 3 леп белгісі жазып жібергендерін, маған бәрі түсінікті болды дегендерін, ал 1 леп белгісі мен 1 сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де сұрағым бар дегендерін, ал жай ғана сұрақ белгісін ғана жазғандарын, әлде де көмекті қажет етем дегендерін. Балалар, осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Келесі сабаққа дайындала қойыңдар.